Сәлем баршаңызға, сіздермен дәрігер Бағзат Сейтқазылұлы. Бүгін мен осы видеороликта сіздерменен үй жағдайында қалай стресстен арыласыздар тез арада. Егер де осы сусынды, осындай бір стаканға құйып ішетін болсаңыздар, небәрі күнделікті түрде бір стакан осындай сусыннан күнде ішетін болсаңыз, сіздің кортизол деген гормон бар. Мына көріп тұрғандарыңызда, қазір мен бәрін айтамын, не үшін болатынын. Осы кортизол гормонымен, және бұны вообще кортизол гормон деген гормон стресса деп аталады. Екінші мағынасы осы стресстен арылуға көмектесетін напиток туралы айтатын боламын. Қалай ішу керек, қалай заваривать ету керек, және де лечениясын беретін боламын өздеріңіздің стресстеріңізден, және де тағы басқа да ауруларыңыздан қалай арылуға болады. Себепті егерде жүйкеңіз тозып жүрген болса, проблемаңыз көбейіп жүрген болса, осындай небәрі кішкентай ғана затты қолданып, сіздер осы стресстеріңізден тез арада арылуға көмектеседі. Сол себепті осы видео өте қызықты болды, соңына дейін қараңыз, каналға келіп лайк басып, комментарий жазып кетіңіз. Ал мен бастаймын. Ең біріншісі, жалпы стресс және кортизол дегенімізде. Қараңыз, кортизол гормоны бізде бүйрек үсті безінде бөлінеді. Мынау бізде бүйрек үсті, міне бүйрек үсті безі осылай көрініске ие. Мына біздің бүйрегіміз болатын болса, осы бүйрегіміздің үстінде бізде бүйрек үсті безі бар. Осы бізде именно кортизол гормоны бөледі. Ал кортизол гормоны бөлінсе не пайда болады бізде? Егер де ұзақ уақыт стрессте жүретін болсаңыз, ұзақ уақыт депрессияда жүретін болсаңыз, ұзақ уақыт өміріңізде проблемаңыз бітпей жүрген болса, онда біліп алыңыз, кортизол гормоны көбейіп жатыр деген мағынаны береді. Ал бұның симптомдары қандай? Неге алып келеді? Егер де сіздерде ағзаңызда кортизол гормоны көбейген болса, ол біріншіден когнитивті функцияларға әсер етеді. Когнитивті дегеніміз не? Ол есте сақтау қабілеті, бірдемені оқып үйрену, болмаса оқыған кезде оқыған информацияны сақтау деген сияқты, осының барлығы когнитивті функцияға жатады. Осының бәрі баяулай бастайды сізде, есіңізге онша ештеме түспейді. Содан кейін барып асқазан ішек жолдарыңыз дұрыс емес жұмыс жасайтын болады. Жеген тамағыңыз қорытылмайтын боласыз. Содан кейінгісі қызық зат, что-то не ғой. Короче, интернеттен алған бұл кортизол гормоны нелерін деп сөйтсем, яқта өзбекше жазылып тұр. Мен мән бермей қоймын жалпы айтқан кезде. Сосын иммунитетті түсіретін болады, иммунитетті бәсеңдететін болады. Содан кейін жүрек қан тамыр жүйесіне әсер етеді, то есть жүректеріңіз баяулауы мүмкін, и қанның составы өзгеретін болады, то есть қанның қоюлығына алып келуі мүмкін. Жалпы айтқан кезде өте көп деген проблемалары көп. Жалпы бізде надпочечник гормоны екіге бөлінеді, корковой и мозговой деп. Екі слойға бөлінеді, и екі слой екі түрлі гормондар бөледі. Мысалға, корковой веществосы, альдостерон, кортизол және половой гормоны бөледі. Половой гормон жаңа еркек әйелдік гормондар, мозговой несі оболочкасы адреналин, быстрый гормон стресса, и адреналин гормонын жалпы бөледі айтқан кезде. Ал енді дұрыс емес ұйқы қайдан шығады? Стресстен шығады, кортизол гормонынан шығады. Когнитивті функциялардың төмендеуі, неше түрлі аурулардың алдын алу, осының барлығы именно осы кортизол гормоны әсер еткеннен болады. Енді қалай шешеміз? Тағы бір екі зат бар айтып кететін. Мына әйелдерде поликистоз деген аурулар бар. Әйелдерде маткаларында миома матки болып кетуі мүмкін, менструальный циклдары бұзылуы мүмкін. Осының бәрі тоже кортизол гормонына байланысты. Егерде немерелеріңіз болмаса, келіндеріңіз, қыздарыңыз болатын болса, менструальный циклдары дұрыс емес болатын болса, демек оның ұйқысы дұрыс емес біріншіден, және де жеп жатқан тамағы дұрыс емес, и кортизол гормоны жоғары болған кесірінен осындай поликистоз, маткаларында миома пайда болуы деген сияқты осындай заттың бәрі, және полиптар пайда болуы мүмкін өтінде, бүйрегінде, тағы басқа, киста, полип деген бәрі осындайлардан болады негізі. Содан кейін
Ал енді жалпы мынау медицинский статья қарап отырғандарыңызда бұл жерде бізде осы мен қазір айтатын сусынның жақсы жақтары, пайдасы айтылған. И осы сусынның аты көк шай, кәдімгі көк шай. Егерде сіздер күнде ішетін болсаңыздар, бір стаканына не бар, иә? Сен біріншіден оның құрамындағы антиоксидант және катехин деген зат бар. Именно сол зат біздің былайғы кезде стресстен арылуға көмектеседі. Егер стресс гормондарыңыз жоғары болған болса, стрессте жүрген болсаңыз, небәрі көк шайды күнделікті түрде қолдана отырып, сіздер осы гормондарыңызды, кортизол гормонын төменге түсіре аласыздар. Тек қана стресс қана емес, тағы да қан тамыр жүйесі, давленияны түсіре аласыздар. Опухольдің профилактикасы болады, онкология ауруларының азуға көмектеседі, мына қарындағы майларды кетіруге көмектеседі, және ми жұмысын жақсартады, және сахарный диабет деген сияқты ауруларды профилактикасы болады. Сол себепті күнделікті түрде осындай стаканға көк шайды бір чайный ложкасын салып заварить етіп ішсеңіздер болады. Болмаса шайникке, қалай удобно солай ішесіздер. Бірақтан бұндай шайды жатар уақытқа ішкен дұрыс емес, көбінесе азанда немесе обедке қарай ішсеңіздер өте керемет көмектесетін болады. Егерде көбірек дұрыс тамақтану туралы және стресс туралы көбірек видео көргіңіз келсе, мен сізге видео дайындап қойдым, төбеде ссылкаға шығады, соны басып көрсеңіз болады. Егерде мен консультацияма жазылғыңыз келсе, маған WhatsApp номеріма жазыңыз. Сосын мен сізге ары қарай инструкция беремін, не істеу керек екенін. Ал егер де сізге осы видео ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий кетіңіз. Сен болған мен дәрігер Бағзат Сейітқазыұлы. Келесі видеода көріскенше сау болыңыз.